Қыздардан анаммен ашылып сөйлесе алмаймын деген сұрақтар көп кеп жатады. Бірақ бұл да шешілетін мәселе. Себебі белгілі бір уақыттарда, белгілі бір себептерменен ана мен қыздың ортасында рухани байланыс үзіліп қалған. Бірақ ол солай болып кетеді деген сөз емес. Айдалада өміріңде көрмеген жаумен де жақын болып, дұшпанмен де сырлас болып кетіп жатасың ғой. Оның қасында енді ана деген ең аяулы, ең қымбат тұлғамыз ғой біздің. Сондықтан енді анамызды кінәлай бермей, бұл жерде өзіміз ананың бұлақ сияқты бұрқылдап ашылайын деп тұрған мейіріміне өзіміз қадам жасауымыз керек, сыйлық жасауымыз керек. Терең сырласып кетпесек те, екі ауыз әңгімемізді ақылдасып, жақындап, қолын ұстап, бетінен сүйіп, құшақтап, бір табан, екі табандап, оның жүрегінің қақпасын қағу керек. Перзент ретінде біз сол қадамдарды жасай алсақ, ар жағынан қандай қатал ана болса да, қандай тағдырдың теперішін көрген адам болса да, перзентіне деген мейірімнің бұлағын ол тауып береді міндетті түрде. Біз соны қағып түрте алуымыз керек. Мен қаншама ұлдардың әкесіне жақындай алмаған, қыздардың шешесіне жақындай алмай, кейін жан досындай сырлас болып кеткендеріне куәмін. Ауырлау, бірақ оған қадам жасау керек. Өйткені 1000 шақырым бір қадамдан басталады.